Баршаңызға сәлем. Бүгінде бананды білмейтін жан жоқ. Күнделікті болса да пайдаланамыз. Бұл жағымды тәтті жеміс қана емес, денсаулыққа пайдасы өте зор. Бананның сіз білмейтін пайдасымен бөлісемін. Маған тіркеліп, лайк басып кетуіңізді сұраймын. Егер сіздің қан қысымыңыз жоғары болса, күнделікті дастархан мәзіріне осы тропикалық жемісті енгізіңіз. Дәрігерлер күніне 2 рет банан жеген қан қысымыңызды төмендетіп, инсульттің дамуына кедергі болады дегенді айтады. Сондай-ақ күніне тек банан ғана жесеңіз, артық салмақтан арылуыңызға болады. Банан депрессиямен күресуге көмектеседі. Оның құрамында триптофан заты бар. Бұл триптофан қуаныш гормоны серотонин синтезделеді. Сондықтан бір банан жеп, көңіл-күйіңізді айтарлықтай жақсартуға болады. Банан әлемдегі аллергия туғызбайтын жалғыз ғана жеміс. Тіпті жас нәрестелер жесе де аллергия туғызбайды. Сүйектерді қатайтады. Банан арқасында ағзадағы кальций жиналып тұрады. Қалыпты жағдайда ағзадан кальций сынды пайдалы минералдарды зәрмен сыртқа шығарып кетіп отырады. Ал банан әсіресе керісінше кальцийді жинақтап, сүйектерді қатайтуға қатысады. Бұл әсіресе кофені ұнататын адамдарға пайдалы. Себебі біле білсеңіз, кофе керісінше ағзадағы кальцийдің шығаруына септігін тигізеді. Ішек микрофлорасын жақсартады. Банан құрамындағы ферменттер арқасында ағзадағы тағамнан түскен пайдалы заттарды әдеттегіден қарағанда жылдамырақ сіңіріледі. Іш қатуы бар адамдар үшін банан өте пайдалы жеміс. Әрдайым банан жеу іш қатудың мықты қорғанышы. Банан, асқазан изжога секілді жағымсыз жағдайлардан құтылуға да бірден-бір себеп. Асқазан жарасы. Банан жегеннен кейін ол асқазан шырышты қабатында қорғаныш қабатын түзеді. Соның әсерінен ондағы қышқылды, агрессивті заттарды асқазан шырышына зиянын тигізе алмайды. Бұл әсіресе асқазан жарасымен ауыратын адамдар үшін пайдалы. Себебі асқазан әртүрлі бөлімінде орналасқан жараларды жауып, қышқылды қорғаған сайын оның жазылуына да жылдам көмектеседі. Диарея кезінде көмек. Диареядан зардап шегетіндер банан жеу ұсынылады. Бұл жақсы қалпына келтіргіш жеміс. Көп жүріп физикалық жаттығулармен айналысып, спортпен айналысатындар үшін балтыр бұлшықеттерінің дірілін сақтайтын қасиеті бар. Себебі банан құрамындағы калий бұлшықеттің оң әсерін көрсетеді. Ісінулер. Бананды жиі жеу ағзадағы ісінулерді арылтады. Энергия көзі. Егер спортпен шұғылданбас бұрын банан жеп алсаңыз, бұл жаттығулардың эффектісінің өтуіне септігін тигізеді. Себебі ағзада қант мөлшерін көбейтіп, энергия жаттығулардың соңына дейін жетуіне болады. Ас қорытуды жақсартады. Банан құрамындағы пектин мен хелат тәрізді заттар ағзадағы токсиндер мен басқа да зиянды заттарды шығарып, астың жақсы қорытылуына алып келеді. Әйелдер үшін банан құрамындағы серотонин және басқа да пайдалы заттар етеккір кезінде оның симптомдарын жеңілдетіп, бұрынғыдан қарағанда қолайлы өтуге көмектеседі. Егер етеккір кезінде банан жесе, онда нашар көңіл күйді және симптомдардан құтылуға болады. Анемия. Анемия кезінде қан аздар үшін банан таптырмас тағам. Оның жұмсақ заттардан темір мөлшері айтарлықтай көп болуы анемиясы бар адамдар тағам рационына қосуға бірден-бір себеп болып табылады. Жүрек ауруымен ауыратын адамдар үшін де пайдалы. Банан құрамындағы көп калий қан тамырлардың жағдайын жақсартып, инфаркт және инсульт пайда болуының жиілігін азайтады. Гипертонияға ем. Иммунитет. Бананда бар антиоксиданттар мен амин қышқылдар ағзаны қолайсыз факторлардан қорғап, қорғанышты қасиетті, яғни иммунитетті жоғарылатады. Бүйрек ауыратын адамдар үшін де пайдалы. Банан бүйрекке оң әсер көрсете алады. Пайдалы заттар, микроэлементтер бүйрек қызметіне көмектесіп, құм мен тастардан арылуға көмектеседі. Жүрек айну. Банан жүрек айну немесе жүктілік токсикоз кезінде де көмектесетін ғажайып тағамдардың бірі. Жәндіктер шаққан жерде де қышуын басады. Банан қабығын жәндік шаққан жерге басып қойсаңыз, тез арада қышуын басып, жазылуына көмектеседі.
Ыстықтан қорғаныш банан дене температурасына қажет кезде төмендету қабілеті бар. Бұл әсіресе күн ыстық кезіндегі қызба кезінде аса пайдалы. Шылым шегуді қою, никотинге тәуелдікті құтылып келе жатқан адамдар үшін банан жеу пайдалы. Көп мөлшерде дәрумендер калий, магний ағзадағы қалып қойған никотинді шығарып, темекісіз өмір сүруге үйретеді. Ақыл-ой қызметін жақсарту, жоғары мөлшерде калий адамды жаңа ақпаратты алып, танып білуге жағына қолайлы жағдай жасайды. Бұл әсіресе сабақ оқу немесе емтиханға дайындық кезінде таптырмас құрал. Осылайша бананның пайдасы өте көп. Банан жеп денсаулығыңызды жақсартыңыз. Ем болсын, ауырмаңыз, маған тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.